Бюлентке түрмеге бара жатқанда үйінен бері аңдып келе жатқан сейіс машинасына түсіп, «Қайда бара жатырсыз, машинамен жеткізіп салайын» дегенде, «Жоқ, мен келіп қалдым, міне түрмеге келемін, бұрынғы күйеуім Бюлентпен кездесуге» деп. Исмет келіп, Назип Әкейдің ауруханаға түсіп қалғанын айтады. Сөйтіп екеуі жүгіріп кетеді. Сейіс машинасына қайта отырып, жүргізушісіне «Фазендаға кеттік, барып Орханға айтайық, әкесінің ауырып қалғанын» деп олар кетіп қалады. Неждетке поштадан адам келіп, оған хат тапсырып кетеді. Ішін ашып қараса, соттан екен, ажырасу процесіне байланысты. Жынданып кеткен Неждет хатты алып, мыжып, Селимнің аузына тығып, «Мә, таңғы асқа ішіп ал» деп кетеді. Жыланның адамы келіп, Махирға бәрін жеткізгенін, кешке барам деп айтты дейді. Назип Әкейді жедел жәрдеммен ауруханаға әкеледі. Шұғыл түрде ол кісіге жүрегіне массаж жасағанмен көмектеспейді. Сөйтіп дефибрилляторды алып жасағанда ол да көмектеспей жатады. Дәрігерлердің әрекеттері сәтсіз болып, Назип Әкейдің қолы сылқ етіп жерге түседі. Белгин Махирға келіп, әкесінің ауруханаға түскенін айтады. Махир да таңғалып, «Сен қайдан білдің?» дегенде Белгин, «Мен бәрін білемін» деп екеуі асығып сол жаққа қарай жүріп кетеді. Айтен Суэданың үйіне келіп, өзінің Неждетпен ажырасқысы келіп жүргенін, бірақ Неждет ажырасуға рұқсат бермей жүргенін айтып, «Егер мен Неждеттен ажырассам, сен оған тұрмысқа шығасын, бір план ойласайық» дейді. «Сен кешке Неждетті үйіңе шақырып ал, сөйтті оны қойныңа ал. Сол кезде мен полициямен келемін. Сөйтіп мен ажырасамын, ал сен Неждетке күйеуге шығасың» деп екеуі план ойлайды. Фарида Анкараға ауысады. Сөйтіп Суна, «Мен де Анкараға кететін шығармын. Бұл жердің қысы суық, жазы ыстық» деп оған айтып жатады. Мехмет Сайын Жүсіпті құттықтап, «Сендердің жүк көлігін қайта әкеледі деп ойламадым едім» дегенде Жүсіп, «Мен өз сөзімде әрдайым тұрамын» деп. Мехмет Сайын, «Ендігі іс-шараны сізге Селим түсіндіреді» дейді. Ал ол өз кезегінде, «Менің есімім әрдайым құпияда болсын» деп екеуі келісімге келеді. Яшар Айтенге Назип Әкейдің ауруханаға түсіп қалғанын жеткізеді. Махир ауруханаға келсе, коридорда көршілерінің Илкнұрдың жылап тұрғанын байқайды. Сол мезетте ол «Әкем өліп қалды екен» деп ойлап, «Әке» деген кезде Назип Әкей де көзін ашып қайта жұмғандай болады. Илкнұр жылап, қорыққанынан «Әкеміз өле ма?» деп Махирді құшақтайды. Ал Белгин бұның бәрін бақылап тұрады. Айтен Фаридаға келіп, Назип Әкейдің ауруханаға түсіп қалғанын айтып, екеулері сол жаққа қарай бет алады. Дәрігер уақытылы көмек бергеннен кейін аман алып қалдық, бірақ алдыңғы сағаттарда жағдайы жақсарса, онда әрі қарай да жақсы болады деген, оянбаса, онда халі нашарлап өліп кетуі мүмкін дейді. Орхан мен Соңгүл де келеді. Махир Белгинге «Сен күтпей кете бер» дегенде Белгин, «Мен бір жақсы хабарын естиін, сосын кетемін. Мен үшін уайымдама, мен отыра беремін» дейді. Соңгүл келіп жылап, Махирді құшақтап, «Аға, әкем жақсы ма?» деп, ал Орхан көзімен Махирді атып өтеді де Илкнұрды барып құшақтап, хал сұрасып жатады. Наилмен кездескен Жүсіп, «Бәрі тамаша, жүк көлігін апарып бергеннен кейін мырзаның қуанғанын саған сөзбен жеткере алмаймын. Көптеген жаңа келісімдерге қол қоямыз. Ісіміз алға басатын болыпты ғой» дейді Наил. Махир Орханға, «Қайдасың, не істеп жүрсің? Үйде болып, отбасыңа қамқор болмайсың ба, қарындастарыңа қорған болмайсың ба?» дегенде Орхан, «Өзің қайда жүрсің қаңғып? Сен баяғыда өзіңді жақсы бала ретінде көрсететін едің. Міне енді сол ішіңдегі жамандық далаға шықты да сен жаман жолға түстің. Әкем өлетін болса, сені кінәлаймын, сені тірі қоймаймын» деген кезде Махир ұрмақшы болғанда Илкнұр тоқтатады. Ауруханаға Айтен мен Фарида да келеді, бірақ Фарида Махирмен сөйлеспейді. Түн болады. Фарида қолын жууға шыққанда баспалтақтан Махирдің түсіп келе жатқанын байқайды. Екеуі бір-біріне қарап, бірақ ештеңе деместен өтіп кетеді. Дәрігер шығып, Назип Әкейдің жағдайы бір қалыпты, күтуден басқа амал жоқ деп, бәрі Махирға «Сен кір» дегенде Махир «Төртеумізде кірейік» деп, төртеуі ішке кіреді. Төрт баласынан күш-қуат алғандай, Назип Әкейдің жүрек соғысы жақсарып, беті бері қарай бастайды. Бәрі қуанып бір-бірін құшақтасып жатады. Айтен Белгинді бір жерге шақырып алып, «Сіз неғып жүрсің? Бұл жанияның кімісің?
қызысың ба, әйелісің ба деп. Ал белгенде тыныш тұрмай, өзің кімсің, Махирдің бұрынғы қызы емессің ба деп не айтарын білмей, мен Назип әкейдің екінші қызы болып есептелем, бұл жерде жүруге құқығым бар деп екеуі сөзге келісіп қалады. Суэда Неждетке хабарласып, үйге тез келуін өтінеді. Жылан да Махирмен кездесуге дайындалып жатады. Әкемнің жағдайы жақсарды, мен кетейін, мені тапқың келсе, Сейістің фазендасынан іздеп тап деп кетіп қалады. Неждет келіп, не болды дегенде, Суэда, баламыз бірінші рет қимылдады деп, екеуі балаша қуанып, балаларының қимылдағанын тыңдап жатады. Назип әкейдің жағдайы жақсарғаннан кейін Фарида мен Айтен де кетеді. Белгин мен де кетейін деп Махирмен қоштасады. Суэда Неждетті алдап сулап, сүйіп, оны төсекке алып кетеді. Есік қағылып, Неждет киімін таппай, есікті аша алмай жүргенде полиция есікті бұзып кіріп, сөйтіп Айтеннің планы іске асады. Яғни Неждетті Айтеннің көзіне шөп салып жатқан кезінен ұстап алып, ажырасу процесі енді оңайға соғады. Махир мафиямен кездесуге келдім деп ойлайды, бірақ оларды таппай тұрғанда арқасынан біреу кеп ұрып, бәрі жан-жақтан Махирді ұра жөнеледі. Махир қанша тойтарыс бергенмен шаршап қалады, өйткені 5 адам 5 жағынан жабылып, әбден ұрып тастайды. Есін жоғалтып, Махир құлап қалады. Есін жиып көзін ашқанда, басына қару тақап тұрған жыланды көреді. Махир еш қорықпастан, мені өлтіреді екенсің, өлер алдында мені өлтір деп саған тапсырыс берген кім, соны айтып кет дейді. Жылан да, сен өзің албастысың, жауларың да көп деп айтпай қояды. Махир жылдам қимылдап, жыланның ішінен теуіп, қолындағы қаруын түсіріп, оның тамағынан қылқындыра бергенде, жылан да екінші қаруын шығарып, Махирдің ішіне қадайды. Атылған қарудың дауысы естіледі. Бұл жерде кім өлді, Махир ма әлде жылан ба? Оны келесі бөлімнен білетін боласыздар.